Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бүгін Нұралы крипто және де бүгін біз крипто нарыққа разбор жасайтын боламыз. Қандай вообще не күтемін және де кішігірім шоу, енді ұзақ видео болады деп айта алмаймын, 5-10 минут болатын шығар, но все-таки разбор жасайық кеттік. Сонымен бізде бірінші BTC-ден бастайық, не күтіп тұрмыз және де қайда келді да, что ожидать, қандай план қоюға болады. Месячный графиктен бастайтын болсақ, бізде баға плотно өскен және біз қазір мына тұрған дисбаланс зонасына келіп, қазір баға осының ішінде ликвидностьпен жұмыс жасап жатыр деп айтсақ болады. Так, плюс на all time хайдан қарайық, біз закрепление алғанбыз, поэтому жоғары қарай өсу шанстары бұл жерде жоғары. Неделеден қарайық, недельный бізде то же самое дисбаланстың ішінде баға және де біз полностью бұл дисбалансты жаптық. Енді не күтсек болады? Жалпы бізде бүгін 6 шілде, так, және 7 шілде күні бізде недельный график жабылады. Осы график, недельный свечка бізде мына минимумнан жоғары жабылса, то келесі цель ретінде биткоин бойынша мына максимумдарды спокойно қарай беруге болады деген ойдан, потому что мына жерде ликвидность көп қалдырылды. Көп ликвидностьті шешті, плюс мына дисбалансты біз жапқан болатынбыз да. Потому что бізде постоянно не орын алған, бізде мына жақтан бір ликвидностьті мысалы шешкендей болады, или там екі бірдей минимум жасап қояды да. И потом біз осыны полностью шешеміз, дальше на выход шығамыз да, үстіге қарай. Потом тағы да біз дисбалансты бір толтырғандай секілді боламыз, бірақ оны қайтадан шешіп алып жоғары қарай өсеміз. Каждый раз сайын. И мына жерде дәл солай болған, вроде мына дисбалансты толтырғанбыз бір рет, то потом одан кейін жоғары қарай қайтадан осы дисбалансты шешіп алуға келіп, дальше өскенбіз да. Мына жерде то же самое бізде дисбаланс болды, баға дисбалансты толтырды. Мысалы так, мына жерде қарайық, equal low'лар жасады, дальше шешіп алды да өсіп кетті. Мына жерде дәл солай мен ойымша. Біз осы жерде жақсы жабатын болсақ, закрепление сіз фитилімен қалдырсақ, то следующий цель ретінде мына максимумды спокойно айта берсек болады. Так, нефканы қарайық. Нефка бізде мына свечка, мына минимумны жоғары жабылған. Бұл тоже жақсы сигнал, бұғаның жоғары өсет дегеніне. Бірақ бізде алдымызда мына дисбаланстар бар да, поэтому осыған бұғаның реакциясы қалай болады, соны қарау керек. Осыдан өте алсақ, дальше бізде мындай движение орын алады. Плюс-минус. Короче, недельный жақсы жабылса, біз бычы орындаламыз деген ойдамын. Бұл менің тек өзімнің ойым, ешкімге бұлай болады деп гарантия бере алмаймын, потому что рисктарды өздеріңіз қабылдайсыздар. Так, эфир бойынша қарастырайық. Так, давайте мен қазір эфирдің графигін көрсек, недельныйдан бастайық. Даже месячный айлық график бізде тоже закреппен жабылған, позитивный десек болады. Плюс мына жерде цельдар, all time high және де $4200 дейін қарастырып көрсе болады. В принципе, бізде скорее всего недельный жоғары свиппен жабылады, бірақ келесі апта бізде ETF-тің одобрение шығады деген жаңалық бар. Сол кезде баға біраз төмен құлап, жақтағы $2 шешіп дальше өсу мүмкін. Поэтому эфир бойынша біраз опасениемен қарасақ болады. Но в принципе барлығы мені бұл жерде устраивает. Пока что біз мына минимумды дополнительно шешіп алғанбыз, поэтому возможно осыдан кейін де спокойно көтеріліп кетуі мүмкін. Эфир бойынша основной цельдар екі максимумда, как бы примерно қанша пайыз? Так, 62% екен, нормально. Так, енді давайте свинг цельдерді қарап көрейік. Жалпы мен нені свингқа қарастырамын, қандай криптоларды мен падение кезінде сатып алдым. Так, мен сатып алған крипто ол Arbitrum, бірінші сатып алған крипто. Так, давайте бүкілін өшірейік. Arbitrum сатып алдым, all time low'ды шешті. Потом 63-ке кейін кезде кеше құлар алдында, құлау барысында тағы бір рет закуп жасаған болатын свинг позицияларға. Так, потому что бізде ашылған жерден бастап тоже біз закреп алдық, мынаның барлығы как ликвидность будет считаться в будущем. И 2/4 примерно
мынадан закреп алғаннан кейін 1.26-тан уже спокойно ойлай берсек болады. Пока мен ойымша біз бұлай тұрамыз. Возможно, месячныйды свечкада бізде закрепленесіз жабылу керек тенмен. Содан кейін бағаның реакциясын көрсек болады. Пока вот неделька бізде, скорее всего, мына линиядан жоғары жабылмайды. Поэтому көрейік. Так, H-барды мен алған жоқпын, бірақ тоже интересно көрініп тұр. Так, давайте вот хедер хэшграф. Мына жақта так, бір ликвидті шешкен, потом төмен қарай құлады. Қазір астынан ликвидті шешіп жатырмыз. Так, потом ави өте керемет тұр. Өте жақсы аккумуляция болып жатыр авида. Мына жақтадан өте жақсы шешкен ликвидностьтарды. Потом мына жерде бір шешіп алған дейін баланс толтырып дисбаланста. Содан кейін мына жақта жақсы аккумуляция істеп жатыр. Цельдар ави бойынша мен ойымша хотя бы 270-ге дейін қарап көрсе болады. Так, содан кейін соти тоже өте керемет тұр, потому что недельный дисбаланста өте жақсы жауып жатыр. Егер мына жерде жақсы жабатын болсақ, дисбаланстың ішінен төмен түспейтін болсақ, то бычи ретінде спокойно қарастыра берсек болады. Так, цель мен ойымша вот 0.33 ол бірінші цель, 0.45-ге дейін, 47-ге дейін оңай қарастыра берсе болады. Так, потом граф сатып алған болдым мен. Граф то же самое, лонговая структурада полностью, пока біз то же самое дисбаланстың ішінде жұмыс жасап келеміз, аккумуляция жасап. Поэтому цельдар қазір граф үшін мен үшін дегіші вот графта 0 или 5-ге дейін. Негізі, по идее, бұны 1.5-ге дейін спокойно қарай берсек болады. Менің сейвинг таргетім осы жерде тұр. Потому что искусственный интеллект и так далее қазір жақсы дамып жатыр. Так, потом мен Кузаманы сатып алған болдыммын. Кузама то же самое дисбаланспен өте керемет жақсы жұмыс жасаған. И осыдан кейін анық цель көрініп тұр. $69-70 деген осы жерге дейін барса әдемі болады. Бірақ енді бычка кезінде прям максимальный цель мен ойымша all time highға дейін барады, но реальный цель айтайықшы, ол 206-210-да. Мына жаққа дейін спокойно кетіп қалуы мүмкін әрине, бірақ уже потенциал 210-ға дейін қарастыруға болады. 10x қазіргіден. Так, тоже жақсы крипто, тоже аккумуляция болып жатыр, өте керемет. Свечканы қарасақ бычи жабылып жатыр да. Ең алғашқы цель ол $12 әрине. Потом уже мына жақтан $23, потом можно all time high, но білмеймін, может быть all time highға барады, бармайды, но альт сезон басталғанда прям барып қалуы да мүмкін әрине. Так, содан кейін Chiliz мен любимый футбольный клубтардың токені. Қазір бізде all time low, ну то есть all time low демейік, мына движенияның басталуына келіпті. И қазір бұл бізде цель ең бірінші 0.20 центта, и потом $1 дейін де өзімен күтіп отыр, потому что бұл мықты криптопроект. Так, келесі атомды қарайық. Атом тоже бірде бір мықты проекттер деп айтайықшы, потому что фундаменталды өте керемет. Пока аккумуляция болып жатыр, мына жақтан ликвидностьті шештік спокойно. Дальше на лонговую $20 дейін, $17 дейін ұстауға болады. А дальше оны 44-ге барады, бармайды, оны уақыт көрсетеді. Но, скорее всего, мына жақтан шығып, потом қайттан аккумуляция жасап, и дальше кетуде мүмкін линк секілді. Линкті көрейікші қазір. Линк бізде мына жерде аккумуляциядан шықты, потом өсті, және де мына жерде қайтадан бізде реаккумуляция болып жатыр. И оның целі 28-ге дейін кетуі мүмкін. Енді all time highға дейін білмеймін. Возможно, то же самое былай өсіп, потом реаккумуляция жасап, и дальше 28-ге дейін өсуі мүмкін. Пока алғашқы цель ол $28 мен үшін болып тұр. Так, потом нені қарастыруға болады? Так, Solana қарайық, тоже мықты тұр Solana бізде. Скоро Solana бойынша тоже ETF шығайын деген ойлары бар. Шығарайын деген, және де оның алғашқы целі 259 болады. Ну, алғашқы целі 210 әрине, потом уже 259-ға дейін спокойно қарай беруге болады. Қазір бізде реаккумуляция болып жатыр, в принципе 500-ге дейін спокойно
жетуі мүмкін осы циклда. Енді бұның барлығы менің ойым, әрине сіздер келісесіздер, келіспейсіздер, өздеріңіз білесіздер. Матик то же самое свинг, бұны қарап отырмын. Бұл жерде так аккумуляция болған, мына жерде қайтадан ликвидность шешті. Қазір цель, хотя бы дегенде 1.8. Бұл точкадан 2.6. Енді оның барлығын бычка көрсетеді, но мына жақта покупательдер өздерінің крупный игроктар позициясын жинап жатыр деген ойдан. Пока мына жерден закрепление береді, бермейді, көрейік қалай жабылады. Егер закрепление бермесе, то есть откупать ететін болса, мысалы 0.49-да 50-ден жоғары жабылса, то спокойно бычкаға қарай беруге болады бұны. Енді фундаменталды мықты проект, эфириумның вроде бірдеңкесіне қатысады, мен точно білмеймін, но эфириуммен связаны. Так, потом келесі бізде. Так, енді бұл менің мемкойным дейікші, вот қарастырып жүрген самаят пока. Тоже жақсыдыр, енді бұны сатып алуға кеңес бермеймін. Рисктары жоғары, мысалы бір күннің ішінде, мысалы бір аптаның ішінде, допустим, 70%-ға құлай сағанда 2 аптада. И осы жерден сіздер өте көп жоғалтып алуларыңыз мүмкін еді. Енді көріңіздер, базар жоқ, мен сатып алма демеймін, просто сатып ал демеймін. Өздеріңіз рисктарды контроль жасап, жұмыс жасасаңыздар, мен ойымша барлық болады. Пока өте әдемі көрініп тұр. Цель 0.30-ға дейін барып қалуы мүмкін. Жалпы енді менің подборкам осы криптоларды мен телеграм каналымда сіздерге көрсеткен болатын. Қандай криптоны жалпы мен сатып алушы едім да, аккумуляция жасап атқан, там осы жақтар цельдарын бұлай белгілеп кеткен болатын. Так, то есть қайда бару мүмкін, қайда ойлап отырмын, оны мен кеше бөліскем. И так далее, аккумуляция болып жатыр деп. И қолданатын биржаны барлығын жазып кеттім. Егер де сіздерге криптовалюта қызық болса, енді бастап жүрсеңіздер, OKX деген биржаны қолданып, сол жерден өздеріңізге аккаунт ашып, ең алғашқы криптоларыңызды сатып алсаңыздар болады. Жалпы менің егер де мына жердегі ссылкама басатын болсаңыздар, ол жерде сіздерге 20% жеңілдік береді. Комиссияға да алғашқы сіздердің крипто биржаларыңыз болады. Поэтому қолданыңыздар, өте керемет биржа, постоянно өзім қолданамын. Көп позицияларым менде осы OKX биржасында ашылады. И так далее. Жалпы нарыққа разбор. Осы нарық бойынша мен осылай ойлаймын. Пока аптаның жабылғанын күтейік, қалай жабылады. Егер жоғарырақ жабылса, то спокойно бычка жайлы ойлай беруге болады. Ал төмен жабылса, то уже опасен біраз. Мына жаққа дейін құлауымыз мүмкін деген информацияны қарастыруға болады. Поэтому күтейік. Разборымды көргендеріңізге рахмет. Комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жаза өтіңіздер, және де колокольчик қойып менің келесі разборларымды өткізіп алмаңыздар.